Сәлеметсіздер ме оқушылар? Математика 4-ші сынып 15-ші сабақ. Бүгінгі сабақта кездесетін жаңа тақырыппен танысайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы рубль валютамен орындалатын операциялар деп аталады. Сабақты бастамас бұрын міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпа. Сабағымызды бастайық. Есіңде сақта, рубль Р Ресей валютасының атауы. 1 рубль руб деп қысқаша түрде аталады, 100 копейка. Копейканы көп деп қысқа түрде жазаламыз. Бірінші тапсырма. Қазақстаннан Ресейге келген туристер кәдесыйлар сатып алмақшы болды. Кәдесый сатып алуға қажетті соманы рубльмен және копейкамен төлеуге көмектес. Суретте қарап отырсақ, бұл жердегі кәдесыйлардың бағасы 4360 рубль, 345 рубль және 550 рубльді құрайды. Олай болса, 360 рубльге төлеу үшін 100 рубльден үшеуі, 50 рубльдан біреу және 10 рубльден біреуі қажет болады. 345 рубльді төлеу үшін 100 және 10 қосылған 5 рубль қажет болады. 550 рубльді төлеу үшін 500 рубль және 50 рубль қажет. Екінші тапсырма. Есепте кері амалды қолданып бір-біріңді тексер. Бірінші бізде 3809 қосылған 297808, 300.817-ге тең. Екінші 59787 қосылған 364559 тең 424346. Үшінші бізде 198658 қосылған 205989 404647-ге тең. 80181 азайтылған 54990 25182-ге тең. 50065 азайтылған 9848 40217-ге тең. 58036 азайтылған 9488 570-548-ге тең. Міндетті түрде бір-біріңді тексер. Үшінші тапсырма. Топтық жұмыс амалдарды орында. 3 тәулік 2 сағат, азайтылған 7 тәулік 9 сағат. Бұл жерде біз тәуліктерді сағатқа қосып аламыз. Яғни 8 тәулік, 1 тәулікте 24 болатын болса, 24-ті 8-ге көбейтеміз, оған 2 сағатты қосамыз. Одан кейін 7-ге 24-ті көбейтіп, оған 9 сағатты қосамыз. Шыққан сандардан бір-бірінен азайтамыз, 17 сағатқа тең болады. 18 жыл 8 ай қосылған 4 ай бізде 13 жылды құрайды. 9 сағат 10 минут, азайтылған 3 сағат 40 минут. Бұл жерде біз барлығы минутқа айналдырып аламыз. 9 сағатты 60-ға көбейтіп 10-ға қосып аламыз. 3 сағатты 60-ға көбейтіп 40-қа қосып аламыз. Шыққан сандарды бір-бірінен азайтамыз, 330 минут шығады. 7 тәулік 8 сағат қосылған 2 тәулік 20 сағат. 7 тәулікті 24-ке көбейтіп 8-ге қосып аламыз. 2 тәулікті 24-ке көбейтіп 20-ға қосып аламыз. Одан кейін шыққан сандарды бір-біріне қосамыз, 244 сағат шығады. 10 сағат 45 минут, 12 сағат 38 минутқа қосатын болсақ, 23 сағат 23 минут шығады. 5 апта 2 күннен 4 апта 6 күнді азайтсақ 3 күн шығады. Төртінші тапсырма. Рубльмен берілген бағаларды қарап көр. Тұрмыстық техника сатып алуға Ресейдің бір отбасының бюджетінен 50 000 рубль бөлінді. Бұл ақшаға қандай тұрмыстық техникалар сатып алуға болады? Әртүрлі нұсқасын қарастыр, төлемді қағаз ақшамен төлеуге көмектес. Яғни мен тек екі түрлі нұсқасын айтамын, бірақ сіздерге 4 түрлі нұсқасын ұсынамын. Қай нұсқа сізге қажет немесе барлық нұсқа қажет болатын болса, өзіңіз жазып аласыз. Бірінші, болды бізде 50 000 рубль деп жазып аламыз. Микротолқынды пеш алу үшін 4 000 рубль жұмсады, үтік алу үшін 3 000 рубль жұмсады, шаң сорғыш алу үшін 6 000 рубль жұмсады, кір жуғыш машина үшін 32 000 рубль жұмсады. Қалған ақшасы белгісіз. Яғни шыққан сандарды барлығын, кеткен ақшалардың барлығын қосып аламыз да, одан 50 000 рубльден азайтамыз. Сонда 50 000 рубль азайтылған 45 000 рубль тең 5 000 рубль қалды. 50 000 рубльге 4 сатып алуға болады және 5 000 рубль қалады деуге болады. Екінші нұсқада дәл солай болды 50 000 тоңазытқыш және микротолқынды пеш қана алады деп есептейміз. Қалды қанша? Микротолқынды тоңазытқыш бізде 45 000 рубль болатын болса, 45 000 қосылған микротолқынды пеш 4 000, 45 қосылған 4 000, 49 000 болады. 49 000-ды төлеу үшін бізге 5 000 рубльдан 9 және 1 000 рубльдан 4 қажет. Қалған табу үшін 50 000-ны азайтамыз, 49 000-да 1 000 рубль қалады. Яғни 2 зат алтауға болады, 1 000 рубль қалады деуге болады. Немесе келесі үшінші немесе және төртінші нұсқаларын қарастырсаң болады екен.
Осы төртінші тапсырманың әсін шығарсақ, сурет бойынша өзің есеп құрастырып көр дейді. Мысалы, болды 50 мың рубль, тоңазытқыш 45 мың, үтік 3 мың, қалды қанша деуге болады. Яғни 50 мыңнан 45 мың мен 3 мыңның қосындысын азайтамыз, 2 мың рубль болады. Ресейлік отбасында 2 мың рубль теңге ақшасы қалды деп шығарсаң болады. Бесінші тапсырманың орында периметр 420 мм, 64 см, 460 мм-ге тең тіктөртбұрыштың ені мен ұзындығын мүмкін болатын нұсқаларын сантиметрмен жаз. Әрбір тіктөртбұрыштың ауданын тап. Яғни бірінші біз периметр 420 мм болған кезде оның ұзындығын және енін анықтауымыз керек. Яғни периметр 420 мм, ұзындығы 12 мм, ені 9 мм. Шешуі ауданы белгісіз. 420 мм-ді біз 42 см деп алып аламыз. Ауданы табу үшін 12-ні 9-ға көбейтеміз, 108 см квадрат. Яғни бұл 420 мм болғанда периметр, оның ауданы 108 см квадратқа тең болады. Периметр 64 см болғанда ұзындығы 18, ені 14 см болады. Ауданы табу үшін 14-18-ге көбейтеміз, 252 см квадрат. Ауданы 252 см квадрат. Периметр 460 мм болғанда ұзындығы 14, ені 9 см. Яғни 460-ты біз 46 см деп алып, 14-ті 9-ға көбейтеміз, 126 см квадрат. Бұл жердің ауданы 126 см квадратқа тең. Алтыншы тапсырма есепті шығар. Әжей Ресейде ақ және қызыл түсті 9 шумақ тоқыма жіп сатып алды. Қызыл жіпке ол 320 рубль, ал ақ жіпке 400 рубль төледі. Егер жіп шумақтарының бағасы бірдей болса, әжей қанша ақ және қанша қызыл жіп сатып алады. Шартын жазып алғаннан кейін бірінші амал біз 320-ға 400-ді қосамыз, 720 рубль болады. Бұл 9 шумақ үшін төленген ақша. 720-ны 9-ға бөлеміз, 80 рубль бір шумақтың бағасы. 320-ны 80-ге бөлеміз, 4 болады. Бұл қызыл шумақтың бағасы. Ал қанша қызыл алғандығы, 400-ді 80-ге бөлеміз, 5 ол қанша ақ шумақ алғандығы, жіп алғандығы. Яғни әжей 4 қызыл жіп және 5 ақ жіп сатып алды деген сөз. Жетінші тапсырма. Дүкенде әрқайсысы 54 рубльден 4 тәрелке және 2 саптаяқ сатып алынды. Егер бір саптаяқ бір тәрелкеден 2 есе арзан тұратын болса, 4 тәрелке мен 2 саптаяқ қанша рубльге сатып алуға болады дейді. Шартын жазып алғаннан кейін, бірінші амал 54-ті 2-ке бөлеміз, 27 рубль болады. 54-ті 4-ке көбейтеміз, 216 рубль болады. 27-ні 2-ке көбейтеміз, 54 рубль болады. 216-ға 54 қосамыз, 270 рубль. Яғни 4 тәрелке мен 2 саптаяқ үшін 270 рубль сатып алуға, рубльға сатып алуға болады деген сөз. Яғни 270 теңге рубль төлейді дегенді білдіріп тұр. 8-ші тапсырма. 596 долларға ұн, 653 долларға қант және 386 долларға сүт сатып алу үшін кәсіпкерге 2000 доллар жеткілікті ме? Осыны есептеп көрейік. Яғни болды бізде 2000 доллар деп жазамыз. Ұн 596, қант 653, сүт 386, қалды белгісіз. Табу үшін барлығын қосамыз, 596-ға 653-ті және 386-ны қоссақ 1635 шығады. 2000-нан 1635 тазайсақ 365 доллар қалады. 2000-нан 1635 кем. Кәсіпкердің ақшасы жетеді және 365 теңге қалады деген сөз. Енді осының әсін шығаратын болсақ, кесте бойынша есеп құрастыр деп тұр. Сатып алынатын заттың атауы берілген, нан және ірімшік, бағалар берген. Нанның бағасы 2 доллар, ірімшіктің бағасы 5 доллар, саны бірдей, құнын табу керекпіз. Яғни 70 доллардан қанша алғандығын анықтайық. Бұл жерде бірінші біз 2 долларға 5 доллар нан мен ірімшіктің бағасын қосамыз, 7 доллар болады. Одан кейін құны 70 доллар болғандықтан 70-ке бөлеміз, 10 доллар болады. Енді осыны жеке құнын табу үшін жеке көбейтеміз. 2-ні 10-ға көбейтеміз, 20 доллар. Яғни мына жерде нанға 20 доллар кетті. 5-ті 10-ға көбейтеміз, 50, ірімшікке 50 доллар кетті дегенді білдіреді. Барлық құны 70 долларды құрайды. 9-шы тапсырма. Ойлан және жауап бер деген тапсырма. Егер Айман 3 раушан гүл сатып алса, оның 140 рублі қалады, ал 5 раушан гүл сатып алса, оның 100 рублі қалады. Бір раушан гүлге қанша тұрады? Бірінші 5-тен 3-ті азайтамыз, біз 2 болады. 140-тан 100-ді азайтамыз, 40 рубль болады. 40 рубльді 2-ке бөлеміз, 20 рубль, яғни бір раушан гүлдің бағасы. 20 рубльді 3-ке көбейтіп 140-қа қосамыз, тең 20 рубль көбейтілген 5, қосылған 100, яғни 200 рубль болады деп жазып аламыз. 200 рубльдан 20 рубль көбейтілген 3-ті азайтсақ, 140 рубль қалады. 200 рубльден 20 көбейтілген 5-ті азайтсақ, 100 рубль қалады. Бір раушан гүлдің бағасы 20 рубль тұрады деген сөз.
Соңғы 10-шы тапсырма, бұл үй тапсырмасы. Оқушы бірдей бағада 8 қалам мен 6 қарындаш сатып алды. Ол қаламға 16 рубль 80 копейка төлеген болса, 6 қарындашқа қанша ақша төледі? Мүмкін болатын нұсқаларын қағаз және ақша копейкамен жинақтап көр. Шартын жазып аласыз бірінші, одан кейін бірінші амал 16 рубльді 16 рубль 80 копейка бөлінген 8, ол тең 2 рубль 10 копейка бір қаламның бағасы шығады. 1 рубль 10 копейка көбейтілген 6, ол 12 рубль 6 копейка, ол 6 қарындашқа төленген ақша. 16 рубль 80 копейка қосылған 12 рубль 60 копейка, 29 рубль 40 копейка. Енді осы сомманы 29 рубль 40 копейка ол төлеп тұр, осы сумманы қандай ақшалармен төлеуге болады нұсқасын жаз деп тұр. Төрт бұрыштар бізде қағаз ақшаны білдіреді, дөңгелектер олар бізде монетаны білдіреді. 10 рубльдықтан екеуін, 5 рубльдықтан 2, 2, 10 рубльдықтан 10, 10, 5, 5 рубльдықтарда пайдалану арқылы төлеуге болады. Оқушы барлық затқа 29 рубль 40 копейка төледі деген сөз. Осымен сабағымызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыз.